Қалайсыңдар накамалар, бүгінгі видеода біз сіздерге One Piece'тағы ең мықты дуэт дозорныйлар Гарп және де Сенгоку жайлы айтатын боламыз. Ал енді және қарап отырмыз, кеттік. Монки Ди Гарп, халық қаһарманы. Туылған күні 2 мамыр, бұрынғы оқиғаларда 76 жаста, ал дәл қазіргі жасы 78-де, бойы 287 сантиметр. Туылған жері Гоа патшалығы, East Blue. Гарп негізінен өте ашық мінезді адам, үкіметке онша қатты сене бермейді. Гарп қазір вице-адмирал, негізінен Гарп халық қаһарманы деген атақталған. Егер де дозорныйлардан бір бұйрық келетін болса, Гарп оны әлбетте орындайды. Және де Гарптың ең жек көретін адамдарының бірі ол әлбетте Голди Роджер. Голди Роджер жердің барлық жеріне дейін айналып шықты. Тіпті Гарп туып өскен East Blue Гоа патшалығына дейін. Гарптың ең үлкен ерліктерінің бірі ол әлбетте Рокси Ди Шебекпен шайқасуы. Имсама Рокси Ди Шебекті жанға айналдырғаннан кейін Роджер мен Гарп Рокси Ди Шебекке қарай шабуыл жасайды. Олар әрең дегенде Рокси Ди Шебекті тоқтатады. Содан кейін Монки Ди Гарп халық қаһарманы деген атақталады. Гарп Маринфорд аркасында өз отбасына қарай келген кезде өте добрый адам болып қалады екен. Тіпті біз ойлап жүрген Гарптың да өзі отбасына қарай келген кезде аямайды екен. Себебі Гарптың да өзі жұмысынан аттап өте алмай қалды. Гарп кезінде халық қаһарманы деген атақталғаннан кейін мен қалайша халыққа қарсы шығамын деп өз отбасында өлтіріп тастауы мүмкін еді Маринфорд аркасында. Сонымен қатар Гарп Дон Чонжоаның да басын жұлып алған. Жұлып алған дегенде прям жұлып алды деген сөз емес, жай ғана өзінің күшімен мойнын майыстырған. Және де Тичтің аралы Хачиносуға қарай жалғыз өзі кіріп кетеді. Дәл қазіргі уақытта Гарп сол арал, яғни Хачиносу аралында тұтқында жатыр. Және де Гарптың ең жақсы ерліктерінің бірі ол Белаустың командасымен толық шайқасуы. Гарп соңына дейін барамын деп өзіне сөз берсе де өз уәдесінде тұра алмай қалайын деп қалады. Оған себептердің бірі өзінің немересі Монки Ди Луфи шарасыз күйде жатады. Сол кезде Сенгокудың барлық ойы ол әлбетте Гарпты тоқтату болатын. Маринфорд аркасында Сенгоку соғысқа емес, қалай мына Гарпты тоқтатсам екен деп ойлап жатады. Сенгокудың ең қатты қорқатын адамдарының бірі ол әлбетте Белаус. Сонымен қатар Сенгоку Дэвиди Шебектің командасы жайлы да айтады. Сенгокудың айтуынша, егерде дәл соғыста Гарп болмаған кезде Дэвиди Шебектің командасы жеңіп кетуі мүмкін деп жас солдаттарға қарай ақпарат беріп жатады. Голди Роджер өзінің өлерінің алдында Гарпқа қарай өте үлкен көмек сұрайды. Менің балам Эйс бар, оны өз қолыңа қарай алшы. Оның да болашақта мықты болғанын қалаймын деп айтады Голди Роджер. Екеуі қанша жыл бойы шайқасса да әлбетте бір-бірін жақсы көреді деп ойлаймыз. Біреуі пират болса, ал біреуі дозорный, екеуі екі қарама қайшы жақ. Монки Ди Гарп өте ашық адам және де тек қана хаки типін ғана қолданады, ешқандай ібіліс жемісін қолданбайды. Ойланып көріңіздерші, тек қана хаки типімен шайқасу, яғни қарақшылар патшасымен тең болу дегенді білдіреді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды әлбетте комментарияға қарай жаза кетсеңіздер болады. Дэвиди Шебектің командасында Биг Мам болған болатын. Биг Мамның да жасы почти 60 жастан жоғары. Монки Ди Гарп бұл Биг Мамды өте жақсы таниды. Себебі Год Валли шайқасында Биг Мамға да шабуыл жасаған болатын. Жас бәрібірде өзінікін алады, солай емес пе? Ал сіздер Гарпқа қанша баға берер едіңіздер? Ең қиын моменттердің бірі Марко Эйсті құтқаруға бара жатқан кезінде Гарп шарасыз күйден Маркоға қарай шабуыл жасайды. Егерде Марконы тоқтатпаған жағдайда халық бұл Гарпты жаман адам екен деп ойлап қалуы мүмкін. Маркоға да оңай емес, кезінде Маринфорд шайқасында көптеген отбасында жоғалтқан болатын. Әрмен қарай Дэвиди Шебектің командасында болған ең мықты пираттардың бірі Золотой Шики. Золотой Шики импелдауынан қалай қашып кетті десеңіздер, ол өзінің аяқтарын кесіп тастаған. Золотой Шики де тез өле қалатын адамдардың бірі емес. Сол кезде оның алдына ең мықты дуэттердің бірі әлбетте Гарп Сенгоку келеді.
Шики бұл ең мықты дозорныйларды мазақтайды. Сол кезде Гарп пен Сенгоку ашуланады да оған қарсы шабуыл жасайды. Көбісі Гарп пен Сенгоку мына Шикиді 5 секундтың ішінде айырып тастайды деп ойлаған шығар, бірақ сіздер қателесесіздер. Гарп пен Сенгоку әрең дегенде шайқасады, 2 күн бойы. Сол кезде оны әрең дегенде жеңеді. Және де ең қайғылы сәттердің бірі ол әлбетте Сакадзуки Акайну Эйсті өлтіруі. Эйсті өлтіруінің себебі ол әлбетте Голд Роджердің баласы. Голд Роджердің баласы болғаннан кейін бұл әлемде тірі жүрмеуі керек, сол себепті де оны барынша өлтіріп тастайды. Әрмен қарай Гарп шарасыз күйде тұрады да сол кезде ашуға беріліп Акайнуды өлтірмекші болады, бірақ та ортаға Сенгоку араласады да Гарпқа ақмақ болмау керектігі жайлы айтады. Егер де Гарп дәл сол кезде Акайнуға қарай шабуыл жасаған кезінде, келесі күні біз Гарпты тірідей көрмейтін боламыз. Себебі әлемдегі үкімет оны қалайда болсын өлтіріп тастауы мүмкін еді. Бір жағынан Сенгоку Гарпты тоқтатқаны да дұрыс болды. Себебі Гарптың халық қаһарманы деген атағы бар. Егерде ол Акайнуға шабуыл жасаған кезінде барлық абыройы жерге төгілер еді. Гарп пен Сенгоку дуэті сіздерге ұнайды ма, қалай ойлайсыздар? Немесе Белаус пен Роджер дуэті мықты ма? Өз ойыңыз әлбетте жаза кетсеңіз болады. Және де Монки Ди Гарп Мугиваралардың тез арада кету үшін оларға қатты айқайлап ұрсады. Себебі мугиваралықтар алдында не болатындығы жайлы түк те білмейді. Мысалға, олар Кизарудың келетіндігі жайлы да білмейді, Рейлидің кім екендігі жайлы мүлде танымайды. Осы кезде егерде Рейли болмаған жағдайда мугиваралардың жағдайы қандай болар еді? Және де ең қызық нәрселердің бірі ол Монки Ди Гарп жайлы. Гарп өзінің кішкентай немересін аямай ұрып тастай береді. Бұл олардың салт дәстүрі ме, әлде жай ғана ойнап жатыр ма, ол жағын түсінбедім. Монки Ди Гарп жай ғана Луфиді ғана ұра бермейді, және де өзінің баласы Монки Ди Драгонды да ұрады. Монки Ди Драгонның бетіне шрам қалдырғанда осы Монки Ди Гарп болуы мүмкін. Гарп өзінің отбасына қаншама рет пират болмаңдар, тек қана дозорный болыңдар деп ескерткен еді. Ақыр аяғында міне көріп отырсыздар, Порткас Эйстің да өзі шарасыз күйде. Гарп жылап тұрып оған мен саған кезінде ескерттім ғой, неге пират боласың деп оған ұрсады. Енді артқа қарай шегінуге жол жоқ. Бұл жерде бәрінен де қиыны ол Монки Ди Гарпқа болатын. Монки Ди Гарптың алдында өз отбасың немесе өзіңнің жұмысың деген таңдау тұрды. Тіпті Гарптың да өзі өз жұмысынан аттап өте алмай қалды. Сенгоку негізінен Гарпты қолдайды, бірақ та жұмысқа қарай келген кезінде пираттарды өлтіру қажет. Достар, бұл жай ғана бірінші бөлімі. Егерде сіздерге қызық болса, мен әлбетте екінші бөлімінде шығаратын боламын. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпасаңыз болғаны. Сіздермен болған мен Микопис, келесіде кездескенше.